Қала басшылығының құттықтауын жеткізу үшін ортаға Алматы қаласы әкімінің орынбасары кеңесшісі Данияр Абзалдинұлы мырзаны ортаға шақырамыз. Және Ақорда Республикалық қозғалысының басшысының орынбасары Қанат Мұсағұлов мырзаны ортаға шақырайық. Армысыздар, ардақты ағайын, құрметті жиналған қауым, қадірлі алматылықтар, құрметті өнерсүйер қауым. Мынау шынымен де Алматының төрінде, осындай кең сарайда, елім деп елуге келдім атты үлкен бір мерекелік халық алдында есебі деп айтамыз ба, әлде халыққа осыға дейінгі берген өнер саласында, ел үшін еңбек ету жолында бір өнегелі өмір жолының бір бағытын айқындайтын сәт десек болады. Шынымен де барын бағалайтын, қадірін қастерлейтін қазақтың ұрпағымыз ғой. Осындай ел үшін еңбек еткен, еңбек ету жолында еңбектің мән мағынасын, осы халықтың асыл қазынасы терме деген үлкен өнерді ел үшін паш етуде Бауыржан ағамыздың алар орны ерекше деп білеміз. Сондықтан да барлықтарыңыздың атынан және қала басшылығының атынан Бауыржан ағамызға осы жасқа келген және де бұл жалпы қаланың басшылығы ағамыздың халыққа осы жасқа дейін берерінен әлі берері көп деп білеміз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру атты бағдарламасында ұлттық код туралы айтады. Ұлттық код дегеніміз ол біздің ұлттық жаңғыруымыз, ұлттық салт дәстүріміз, ұлттық мәдениетіміз. Мәдениеттің қайнар көзі ол мынау біздің ғасырлар бойы қалыптасқан жыр, терме, дәстүрден бастау алады. Сол бағытта Бауыржан ағаның ел үшін мынау жасап атқан үлгі өнегесі құтты болсын. Аға, жасыңыз, әлі жасай беріңіз, ел үшін әлі биік белестерді бағындыра беріңіз деген тілекпен қала басшылығының атынан рұқсат болса құттықтауымыз бар, және де ағамызға шапан ықыласты тілегімізді қабыл алыңыздар.